Баршаңызға қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен бар жоғы бір жұмыртқадан жасалынатын құрамында қойылтылған сүт, яғни сгущенкасы бар, небәрі 30 минутта әзірленетін өте дәмді, жұмсақ кекстердің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен 100 грамм ұн, 200 грамм қойылтылған сүт, яғни сгущенка, 1 жұмыртқа, 50 грамм езілген сары май, 1 шай қасық қопсытқыш пен ванилин қажет болады. Електен өткізілген ұнның үстіне қопсытқышты салып араластырамыз. Ыдысқа жұмыртқамызды салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Оның үстіне қойылтылған сүтімізді құйып, тағы да араластырамыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписка батырмасын басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Себебі алда әртүрлі дәмді тағамдардың жасалуын осы парақшама салатын боламын. Үстіне ванилин қанты мен ерітілген сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Енді массамыздың үстіне ұнымызды аз-аздан салып отырып, осылайша араластырамыз. Мен алғашында лопаткамен араластырып, кейін миксермен тағы да жақсылап араластырып алдым. Осындай кекстің формасына дайын болған массамызды осылайша салып шығамыз. Менде 12 дана кекс шықты. Қызып тұрған пешке 180 градуста 25-30 минут қойып пісіреміз. Міне қыздар, біздің өте дәмді кекстеріміз дайын болды. Мен үстіне қант ұнтағын септім. Сол кезде кекстер одан да дәмдірек болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айгерім.